Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бір дана лайк белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Дәулет Мұқаев ақпарат таратты. Құрметті достар, Астанада жұмыс істейтін жастарға жағымды жаңалық. Егер сенің жасың 35 толмаса және ресми табысың болса 6-12 қараша аралығында әкімдік беретін жалдамалы пәтерге өтінім бере аласыз. Пәтердің жалға алу құны ай сайын пәтердің бөлме санына байланысты 5-15 мың теңге аралығында болады. Биыл әкімдік 777 пәтер үлестірді, дейді депутат. Аталған бағдарлама тұрғын үй түрін сатып алу құқығынсыз жолға алу беретін тұрғын үй ұсынады. Тұрғын үй ұзарту құқығынсыз 3 жыл мерзімге беріледі. Ай сайынғы жалдау ақысы 5-15 мың теңге. Бағдарламаның шарттары келесідей. 35 жасқа толмаған Қазақстан Республикасының азаматы, аяқталған орта арнайы, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ресми жұмысқа орналасу. Өтініш берушінің Астана қаласында өтінім бергенге дейін соңғы 3 жыл кем емес тұрақты тіркеу болуы. Астана қаласында өтініш берушінің отбасы мүшелерін тұрақты тіркеу. Өтініш берушіде және отбасының барлық мүшелеріне Қазақстан Республикасы бойынша меншік құқығындағы тұрғын үйдің, сондай-ақ өтінім берген кезде соңғы 5 жыл ішінде сатып алу құқымен жалға берілетін тұрғын үйдің болмауы. Төлем қабілеттілігін растау. Бөлінетін тұрғын үйдің жалпы ауданының айқындау конкурс қорытындысы бойынша қойылған балдар және өтініш берушінің балаларының саны негізінде жүзеге асырылады. Видеоларымыз кеңінен тарап, барша хабардар болу үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.